Месси де емес, Рональдо да емес. Әлемде ең бай футболшы кім? Сәлем достар. Видео бастамас бұрын қазақ каналында аккаунтқа лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Футбол тарихындағы ең бай ойыншы кім деп ойлайсыз? Месси ма, Неймар ма, әлде Рональдо ма? Көпшілік дәл осы үш есімнің бірін айтады, бірақ бүгін сіздерді таңғалдыратын қызықты рейтинг күтіп тұр. Өйткені бұл тізімде тек гол соғатын футболшылар ғана емес, өз атын үлкен бизнеске айналдырған адамдар да бар. Бүгін біз әлемдегі ең бай 10 футболшыны қарастырамыз. Ал бірінші орынға жеткенде оның байлығы қаншалықты үлкен екенін түсінесіздер. Кеттік. 10-шы орын Мохаммед Салах. Тізімді Мысырдың мақтанышы Мохаммед Салах ашады. Бүгінде оның байлығы шамамен $90 миллион деп бағаланады. Салах тек Ливерпульдің жұлдызы ғана емес. Ол бүкіл араб еліндегі ең ықпалды спортшылардың бірі. Оның жарнамалық келісімшарттары өте көп. Nike, Pepsi, Vodafone секілді компаниялармен жұмыс істейді. Араб елінде оның танымалдығы кино жұлдыздарынан кем емес. Сондықтан оның байлығы жылдан жылға өсіп келеді. Бірақ бұл тек бастамасы ғана. 9-шы орын Эрлинг Холланд. Келесі орында гол машинасы Эрлинг Холланд. Оның байлығы шамамен $100 миллион. Норвегиялық шабуылшы соңғы жылдары футбол әлемін дүр сілкіндірді. Оның әрбір голы миллиондаған жанкүйердің назарын аударады. Манчестер Ситидегі келісімшарттары өте қымбат. Одан бөлек Nike компаниясымен де үлкен келісімі бар. Жасы небәрі 26-ға да толмаған ойыншының мұндай байлық жинауы таңғаларлық. Сарапшылардың пікірінше бірнеше жылдан кейін Холланд бұл тізімнің алғашқы бестігіне кіруі мүмкін. 8-ші орын Уэйн Руни. Манчестер Юнайтед тарихындағы аңыздардың бірі. Уэйн Рунидің байлығы шамамен $170 миллион. Көптеген адамдар оны футболшы ретінде біледі, бірақ ол бапкер ретінде де жақсы табыс табады. Ұзақ жылдар бойы Англияның ең жоғарғы жалақы алатын ойыншыларының қатарында болды. Футболдан кейін де табыс табуын тоқтатқан жоқ, сондықтан оның капиталы бүгінге дейін өсіп келеді. 7-ші орын Златан Ибрагимович. Златанның аты аталғанда көпшілік бірден оның мінезін еске алады. Өзіне сенімділігін танылған швед шабуылшысының байлығы шамамен $190 миллион. Ол мансабында Еуропаның ең үлкен клубтарында ойнады. Әр клуб бұған миллиондаған доллар төледі. Бұдан бөлек ол жылжымайтын мүлік пен автокөлік бизнесіне инвестиция жасады. Соның арқасында байлығы одан әрі артты. 6-ші орын Карим Бензема. Франциялық шабуылшы. Карим Бенземаның байлығы шамамен $220 миллион. Ол Реал Мадридтің сапында ондаған жыл ойнады. Көптеген чемпионаттарды жеңді. Ал кейін Сауд Арабиясына ауысқан кезде оның табысы бірнеше есе өсті. Қазіргі келісімшартты футбол тарихындағы ең қымбат келісімдердің бірі саналады. Сондықтан Бензема әлемде ең бай футболшылардың қатарына кірді. 5-ші орын Килиан Эмбаппе. Ең алғашқы бестікке өтеміз. Эмбаппенің байлығы шамамен $250 миллион. Ол қазіргі футболдың болашағы деп есептеледі. Әлем чемпионы, Франция құрамасының көшбасшысы, жарнамалық келісімшарттары өте көп. Көптеген халықаралық брендтермен жұмыс істейді. Жасы жас болғанына қарамастан, ол қазірдің өзінде $100 миллион байлық жинап үлгерді. Ал оның ең үлкен табыстары әлі алда болуы мүмкін. 4-ші орын әрине Неймар. Неймардың байлығы шамамен $450 миллион. Бразилиялық жұлдыз футбол тарихындағы ең қымбат трансфердің иесі. Оның Парис Сен-Жерменге ауысу кезінде әлем таңғалған еді. Ал кейін таяу шығысқа барған кезде оның табысы тағы да өсті. Жоғары жалақы, ірі жарнамалық келісімдер, Puma, Red Bull, әртүрлі демеушілер. Неймар футболдағы ең көп табатын ойыншылардың бірі болып қала береді. Бірақ алғашқы үштік одан да бай. 3-ші орын Месси. Енді көпшілік күтетін есімдердің біріне келдік. Месси футбол тарихындағы ең ұлы ойыншылардың бірі. Оның байлығы шамамен $1 миллиард. Дәл естіңіз, $1 миллиард. Интер Майамиде келісімшарт, Адидаспен өмірлік серіктестік, Apple TV келісімдері. Осының бәрі Мессиді миллиардтар қатарына қосты. Бірақ та ол бірінші орында емес. 2-ші орын Дэвид Бекхэм. Көпшілік үшін күтпеген есім. Дэвид Бекхэмнің байлығы шамамен $1.2 миллиард. Футболдан кеткенде көп жыл болса да, оның табысы тоқтаған жоқ. Керісінше өсе түсті. Ол өте табысы кәсіпкерге айналды. Интер Майами клубының иелерінің бірі. Әлемдік брендтермен жұмыс істейді. Сән әлемінде үлкен ықпалға ие. Футболшы ретінде тапқан ақшасын бизнес арқылы бірнеше есе көбейтті. Бірақ әлемде ең бай футболшы әлі алда. 1-ші орын кім деп ойлайсыздар? Айтпай тұрып комментарийға жазып кетіңіздер. Әлемдегі ең бай футболшы ол Криштиану Рональдо. Оның байлығы шамамен $1.4 миллиард деп бағаланады. Рональдо тек футболшы емес, ол әлемдік бренд, қонақ үйлер желісі, киім бренді, парфюмдер, фитнес орталықтар, миллиондаған доллар жарнамалар, Nike пен өмір бойғы келісім шарт. Ал Насыр клубында рекордтық жалақы. Осының бәрі оны футбол тарихындағы алғашқы ресми миллиардер футболшыға айналдырды.
Бүгінде Рональдо тек алаңда ғана емес, бизнесте жеңіп жүр. Сондықтан әлемде ең бай футболшы атағы дәл оған тиесілі. Ал сіздің ойыңызша футбол тарихында ең үздік ойыншы кім? Месси ма, Рональдо ма, әлде басқа біреу ме? Пікірге жазыңыз. Лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.